Бұларға бұл 2 гектар жер бөлек жер. Біздің проблема ана 8 құдық, қазір оған барамыз. Бірақ мына жерде де соған тиісті жері, мына жерде бөлек айтып кетейін. Ал енді мынау қазір біздің тұрған жеріміз осы 8 құдыққа тиесілі мына судың қоймасының аумағы бар. Бұл о баста салынған кезде 2011-12-де. Мынау барлығы бір осындай бір объект болатын. Онан кейін келе мына 2 гектар жерін өздері бөлектеп бөліп тастады. Өйткені мына қоңыр тұрған қаша, қоңыр тұрған жерлер. Бұлар ашық еді бұрын. Өйткені гараждың мына жерде су қоймасы бар еді. Онан кейін бұлар бөліп тастады да, мына 2 гектар жерін осылай бөліп қойды. Бірақ дегенмен де бұл 2 гектар жерде былтыр жаз бойы осы жерге егін егіп қырғыздарға жалға берді ма, бұл пайдаланған. Бұл жерде пайдаланғанда мына жерде қыруар қаражатпен 2 құдық қазған, мына 2 тұрған жерге. Колодец тұрған мына. Осы жерде 2 құдық қазған, ар жағындағы құдықтардың негізі қазу несі өте дұрыс болмаған, өйткені өзім көзіммен көргем. Енді бұл құдықтарды ар жағындағысын толыққанды ішіндегі салынған насостарымен, я трубасымен абсолютно барлығын шығарып алып кеткен. Бер жағындағысы трубасы ғана тұр. Былтыр сол насостарын ар жағындағы біреуін толыққанды трубасымен шығарып алып кеткен. Екінші трубаның ішінде бұлар насос салып, сол суды тегін пайдаланған, ешқандай есепті құрлығы жоқ. Мына қаншама 2 гектар жерде суландырып күні бойы оның да толыққанды пайдаланған. Содан электр энергиясында да тегін пайдаланып жатқанын мен өздеріне алып келіп көрсетіп дәлелдегем. Сондықтан бұл жерде биылда қырғыздар келіп міне өзіңіз көріп тұрғандай міне биылда жерін аударып жұмыстарын бастап жатыр. Сондықтан бұл жер тағы да биылда солай қырғыздарға пайдаға берейін деп тұр. Яғни бұл жерде не? Бұл жерде бұлардың айтатыны, біз ағаш өсіру сондай неменен айналысып жатырмыз. Бұл санитарлық объектіге бұл ағаш өсіретін жер емес қой. Ненің ішінде темір тікенек тормен қоршалған арнайы санитарлық зонаға ағаш өсіру дегеннен түсінбеймін. Бұл көшенің бойында ексен мен түсінемін. Бірақ дегенмен де қырғыздардың толыққанды пайдаланып жатқаны осындай дәлелдейтін нәрселер көрсетіп жатқан. Ал 2 гектар жер бұл біздің талабымыз болғанда, мына жалпы ауылдың халқы осы былтыр жаз айында суға тапшылығы болды. Су жетіспеушілігі бар. Мына жерде суды тегін пайдаланып, қалай болса солай пайдаланып жатыр бұлар. Сондықтан халықтың наразылығы туып, былтыр осы жерде қолдарында плакаттармен әртүрлі жазбадан халыққа шу керек емес, су керек деген сияқты плакаттармен дәл осы объектіге, дәл осы мына қазір біз тұрған жерге келіп тұрып, адамдар әлеуметтік желіде де тұр, осындай наразылықтарын білдірген. Өйткені халыққа су жетпейді, амжатта 2 гектар жерде күн-түні қырғыздар суды пайдалануға мүмкіндік беріп отырған, билікке наразылығы осы болған. Биыл да дәл сондай суды бұларға тегін пайдалануға мүмкіндік беріп отыр. Өйткені бұлар жұмысын бастап жерін аударып, міне тыңайтқыштарын жасап, егетін тұқымдарын алып кеп, іс-әрекеттерін жайлап бастап жатыр. Енді әкімдік тегін есепті құрылғысыз тегін суды пайдалануға, онан кейін тегін электр энергиясын тегін пайдалануға рұқсат берген Рахат Елтизаров деп осы жерде жұмыс жасап жүрген қырғыздардың ішіндегі үлкен бір адамның айтқаны сол, маған айтқаны. Қалай неғып отыр, пайдаға беріп отыр, оның қандай заңдылықпен беріп отырғаны белгісіз, бірақ халықтың ашу-ызасын тудырып отыр. Өйткені айналып кеткеніңізде, қазір ең жаз айында өзіңіз білесіздер, судың мәселесі ғой, ең өзекті мәселе. Сондықтан содан мынандай наразылықтар халықтың ашу-ызасын тудырып отыр. Бұл қайталанайын деп отыр. Былтыр да болды, халық осында жиналды, ашу-ызалық, наразылықтан айтты, биыл да соған қайталанбасына ешкім кепілдік бере алмайды. Әкімдікке айттық қой, олар тал егіп жатырмыз, программа жоспар бойынша біз көгалдандыру деген бағдарлама бойынша біз ағаш егіп жатырмыз дейді. Мен бірақ ол кісілерге айттым, ондай санитарлық, көріп тұрсыз ғой, қоршалған тікенек темірлермен арнайы қоршалған санитарлық аймаққа тал егу деген ол басқа былай әділдікке жатпайды ғой. Ал жол бойында егіп жатса, көше бойында егіп жатса, ол онда мен түсінерім. Мүмкін олар жаңағы мына жаққа тал егіп отырмыз, ол жақтан да мүмкін құйтырқы әрекеттермен пайдаланып жатқан шығар, ақшаны талан-таражға жасап, ол да сұрақ үлкен. Енді антикор прокуратура болғанда біз осы әділдік жолына жүгініп осының бәрін айтып жүрміз. Негізі ауызша бұлай айтылып жүр, ешкім ондай әрекет жасағысы келмейді, бір официально жаз дейді. Жалпы бізде осы мәселе ғана емес, басқа ауылдың өзекті мәселесін біз жазамыз. Антикорға да жазамыз, прокуратураға жазамыз, құзырлы заңды органдарына жазамыз, бірақ Маңғыстау өңірінде ешқандай нақты ешқандай шешіліп жатқан ештеңе жоқ. Жауабын береді, осының ішінде ұстап алатын ештеңе жоқ. Осыменен халықтың наразылығы, ашу-ызасы ешқандай нәтиже болмағаннан кейін ол тарқамайды. Бұл суды
халыққа осы объекті салынған кезде қазір осы жобаны бастаған адамдар да сұхбат берген кезде қосымша айтып жатар. Ол 300 миллиондай ақша бөлінген. Онан кейінде де Серікбай Тұрымовтың кезінде неше рет ақша бөлінді. Міне мысалға алысқа кетпей-ақ былтырғының өзінде Ноғаев Нұрлан Асқарұлы да келіп кетті осы объектке. Ол келіп кетті деген сөз бұған да қаражат бөлінген болу керек. Ол бізге қараңғы қарғалық болғаннан кейін. Сондықтан бұл жерде қыруар ақша бөлініп кетті. Бұл мемлекеттен бөлініп жатқаннан кейін бұл халықтың негізгі мақсаты су беру, техникалық су беру мақсатында болса да осында жұмыс жасау керек еді. Бірақ ешқандай су беріп жатқан жоқ. Былтыр жылға дейін қымбат бағамен бұлар ауыз су ретінде сатып келді, бірақ былтырдан бастап осы су беруді тоқтатты. Енді облыс әкімінің несінде қабылдауында аудан әкімі Рахат Елгизаровтың айтуы бойынша бұл жан-жағына үйлер түсіп кеткендіктен бұл олардың әжетханасы бар, септігі бар деген сияқты. Сондықтан бұл суға адамның ағзасына зиян деп тоқтатып қойды. Бірақ дегенмен де мына осы жан-жақтағы үйлерден қаншама су сатып жатқан, су көлігінің су сатып жатқан жағдайлар бар. Барлығы сол үкіметтің баласы ғой, ЖКХ-ның баласы ғой. Мынау да ЖКХ-ның баласы ғой. Мына жақта движение завод, екі құдық қаздырды. Мынау тексерсе мынаған да ақша бөлінген.